Ассалаумағалейкум. Мен видеоға түсіп, өйстіп обращениялар жасап, TikTok, Instagramға қатты салып сөйткенді ұнатпайтын адаммын негізі. Бірақ бүгінгі шымды ашуыма тиіп отырған жағдай енді вынуждать етіп тұр обращаться етуге. Және сұрағым келіп тұр сіздерден, қиын болмаса лайк басып, комментарий жазып қолдап кетсеңіздер, мүмкін осы обращением себеп болып бір кішкентай болсын өзгеріс болатын шығар деп ойлаймын системада. Беспонтовый больницаның системасында өскі Қазақстан. Бесплатный болғаннан кейін халықты гонять ете береді. Бір кабинетке кіру үшін через 2 кабинет бару керек, например. Алдында сондай ситуациямен сталкиваться еттім. Енді міне мен в общем жағдайымды айта кетейін. Номер 2-ші ауруханаға келіп отырмын, Өскемен қаласында. Осы жерде прописанмын. 3,5 жылдан бері, 3,5 жыл болып қалды осы жерде прописанмын. Өзім 2 жерде жұмыс жасаймын. Bir жерде официально жұмыс жасаймын, 2 жерде өзім жеке кәсіпкермін. Ол жерден төлеймін, 2 жерден обязательный медстрахование төлеймін. Айына 17 мыңдай төлеймін где-то. Енді мен өзім кішкентай денсаулықта ақау болып, көзім қызарып, давление пайда болып сөйтіп жүргеннен кейін келіп қолым босаған осы болып тұр енді жұмыстан. Қан, общий анализ, крови анализ тапсырайын деп терапевтқа келсем, терапевтте ешкім жоқ кабинетінде. То есть очередь жоқ. Кабинетінде 2 врач отыр, бос. Кірдім де енді маған направление бере қойыңызшы, мен тағы бір қолым босаған кезде келіп анализ тапсырып кете қойын десем, жоқ, талон керек обязательно дейді. Астынан келіп талон беріңіздер енді маған десем, ол айтады, талон 16 январда только бар дейді, бос. Енді мен 20-сынан кейін только босаймын. 2 жұмыстамын. Постоянно андамында қол босамайды, жай босаймын. Ол кезде больница жабылып қалады, соответственно. Енді не істеймін мен осы жағдайда, айтыңыздаршы. Айына 17 мың теңге ақша стабильно төлейді. Төлемесем болмайды. Ол деген нарушение. Ал енді қарауға келген кезде бесплатный больница болғаннан кейін ары-бері өйстіп пинать етеді. Енді мен талонды алу үшін тағы да күту керекпін. Оған дейін мен тамырымдан, көзімдегі тамырым жарылып кетсе не істеймін мен. Мысалы осы мәселені қалай істеуге болады? Мүмкін біреулер қай жерге, қандай құзырлы органға обращаться етуді қалай жолдарын көрсетіп жібере ме? Мен енді осы видео обращениемен системаны полностью өзгертіп жіберейін деп отырған жоқпын енді. Бірақ осындай элементарный нәрселерге кішкентай упрощенный бірдеңкелер жасасам ба деймін. Себебі бұл деген элементарный нәрсе ғой, мен одан қаралайын деп тұрған жоқпын, мен давлениемді өлше деп тұрған жоқпын, температурамды қара, просто направление жазып берші деймін маған анализ тапсырғанға. Сол үшін ол тіркеу керек, бірдеңкеге базаға қою керек, ол үшін талон керек, әңгімесі көп та болсын. Мен лучше барып анализға Алимқа барайын да, сол жерден ақшасын төліп, тапсырып, ертең де анализдің қорытындысын алып алайын. Бірақ сұрақ, мен мына жерге ақша не үшін төлеймін сонда? Айына 17 мың теңгеден, получается 204 мың теңге төлеймін жылына, осы больницаға, медстраховка жылына 204 мың теңге төлеймін. Не үшін? Мен егер Алимптан барып, осыны бір 15-20 мың теңгеге жасатып алатын болсам. 3 жылдың ішінде мен осы жерге 2-ші рет обращаться еттім. И 2-ші рет обращаться етіп тұрған кезде осындай жағдай. Сол себепті тағы да өтініш, лайк басып, комментарий жазып, мүмкін осы мәселеде жол көрсететіндер болса, личкама жазып, қолда кетсеңіздер, мүмкін бір септігіміз тие қалады. Өзім еріксіз барып тапсырам, ертең платный жерге барып тапсырам. Бірақ осы сұрақты кішкентай көтерсек па деймін, көтерсеңіздер ма деймін, білетін кісілер. Рахмет бәріңізге заранее.